Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, әрі өте жұмсақ, нәзік болып шығатын булочкиді жасайтын боламыз. Бұл булочкидің ерекшелігі бетіндегі сеппесімен өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ал ендеше бастайтын боламыз. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Және де алдын ала дайындап алған ұнымыздан 2 ас қасық ұнды саламыз. Және де ашытқыны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде ап-ара. Булочкамыздың жақсы көтерілуі үшін дәл осылай жасап алуымыз керек. Сонда булочкаларыңыз өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Тағы да 3 ас қасық салып, осылай аз-аздан салып араластырамыз. Жалпы бізге 6-7 ас қасықтай салып, осылай араластырып алу керек. Бізде осындай кішкене қоймалжыңдау масса болу керек. Оның барлығын салмаймыз. Сол өлшенген ұнымыздан 6-7 ас қасығымызды салып, осындай жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз осындай болады. Осы массаның енді бетін жауып, көтерілгенге 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Жылы жерге қойыңыздар. Енді бөлек ыдысымызға 2 дана жұмыртқа және де қантты салып, қанты ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен толық рецептісін төменге описанияға қалдырып кеттім. Барлығын өлшеп жасасаңыздар, бір жасағаннан дәл осылай керемет болып шығатын болады. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстінен ертілген сармайымызды салып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Енді жаңа 10-15 минутқа қалдырып қойған апарамыз біздің дәл осылай болып көтерілу керек. Міне қараңыздар, 2 есеге ұлғаяды және де дәл осылай көтеріліп тұрады. Міне біздің апарамыз дайын. Дәл осылай болса, біздің булочкамыз күшті болып шығатын болады. Енді жаңағы жұмыртқалы массамызға барлығын саламыз. Енді тағы да жақсылап араластырып аламыз да, қалған ұнымыздан осылай 3-4 ас қасықтан сала отырып, тағы да араластырамыз. Міне осылай қасықпен өлшеп, барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер. Осылай 4 ас қасық салып, тағы да араластырдым. Содан соң тағы да артынша 4 ас қасық салып, тағы да араластырып алдым. Шамамен бір 8 ас қасықтай ұнды салып, дәл осылай араластырдым. Бізде осындай масса болды. Енді қалған ұнымызды осылай төсейміз де, қалған қамырымызды осы ұнның үстіне тастап, қолымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Міне дәл осы видеодағыдай үсті-үстіне алып, қамырды осылай жинап, міне дәл видеодағыдай етіп орайсыздар. Сонда булочкаларымыздың қамыры өте жылтыр, әрі өте әдемі болып шығады. Міне ұны таусылғанға дейін дәл осылай қолымызбен жұмыс жасай беретін боламыз. Міне соңына дейін дәл осылай жасап алдым. Енді ыдысымызды кішкене майлап тұрып қамырды саламыз. Сонда қамырымыз жабыспай әдемі алынатын болады. Тосақты кішкене майлап салып, үстін жауып, жарты 1 сағатқа қалдырып қойдым. Шамамен 1 сағаттан кейін осы қамырымыз көтерілді. Кішкене көтерілген қамырымызды тағы да иілеп, бетін жауып 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Енді бұл шарт емес, 1 рет қайыру. Егер дәл осылай 2 рет илейтін болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз өте нәзік болып шығады. Сол себепті осылай жасаймын. Осылай 1 рет қайтарып, енді бетін жауып қойып қоямыз. Сұйық май жағылғаннан кейін жылтыр өте әдемі қамыр болды. Енді бетін жауып, тағы да 1-1,5 сағатқа қалдырасыздар. Жылы жерге қойып қоюларыңыз керек. Міне бізде 1,5 сағат, 2 сағат шамасында тұрды. Енді осы булочканың қамырын барлығын бөліп шығасыз ұсақ бөлікке. Менде дәл осы рецепт бойынша 20 дана булочка шықты. Осылай қолдарыңызбен жинап, дәл видеодағыдай осылай айналдырып қойсаңыздар, дөп-дөңгелек булочка болып шығады. Егер сіздер ішіне варенка немесе кез келген варенье, джем қосатын болсаңыздар, дәл осылай домалақ күйінде жайып, ішіне кез келген салманы салып, осылай орап дөңгелетіп қойсаңыздар болады. Мен ештеңе қосқан жоқпын. Әрине қосқыларыңыз келсе, қоссаңыздар да болады. Не барлығын дәл осылай жинап, формамызға жайғастырып шығатын боламыз.
Енді осылай дөңгелетіп қойғаннан кейін үстін пищевой пленкамен жауып қоямын. Тағы да 10-15 минутқа қалдырып қоямын. Сонда біздің қамырымыз тағы да кішкене көтерілетін болады. Оған дейін біз бетіндегі сеппесін дайындаймыз, яғни посыпкасын дайындаймыз. Бізге ол үшін ұн, қант және де салқын сармай керек болады. Бізде салқын сармай болуы міндетті. Ұн, салқын сармай және де қант үшеуін дәл осылай қолымызбен ұсақтап шығамыз, крошка тәріздес етіп. Міне, дәл осылай видеодағыдай ұнтақтап шығамыз. Бұл өте булочкаға ерекше дәм әрі ерекше тәттілік береді. Міне, дәл видеодағыдай ешқандай сармайдың үлкен бөлшектері қалмау керек. Барлығын осылай қолымызбен езіп, дәл осылай дайындап аламыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Енді жаңа 15 минут тұрған қамырымызды қараңыздар, күшті етіп көтеріліп қалды. Осы қамырлардың барлығын бетіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Достар, менің каналымда булочкалардың өте түрлері өте көп. Тамақтардың, тәттілердің барлығын каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет рецепттерді менің каналымнан таба аласыздар. Міне, барлығына жұмыртқаны жағып болдық. Енді бетіне жаңа дайындап алған сеппесін себіп шығатын боламыз. Қараңыздар. Міне, барлығына дәл осылай себіп шықтым. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Пешіңіздің ыңғайына қарай әркімде әртүрлі уақытта піседі. Менікі шамамен 15-20 минут шамасында пісіп шықты. Қызарғанға дейін пісіріп аласыздар. Міне, біздің осымен өте дәмді әрі жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын булочкаларымыз дайын болып шықты. Достар, егер де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде подписаться деген батырманы басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге рецепттерім ең алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.